Assalamualaikum bауырлар. Бүгін бізде Camry 50 автокөлігінің автоматты беріліс қорабының майы жөнінде. Менде бұл беріліс қорабы 3-тен 4-ге ауысқан кезде шамалы тибет коробка. Осы проблеманы тексеру мақсатында майын қараған болатынбыз. Мынау автоматты беріліс қорабының картерінің қақпағы. Осындай болт болады. 6 қырлы кілтпен ашылатын. Көлікті алдымен бойын әбден қыздырып аламыз, яғни 3-4 шақырым жүріп келіп тоқтаймыз да көлік қызып тұрған күйінде ашамыз. Көлік қызып тұрған күйінде аштық, ешқандай май шыққан жоқ. Яғни бізде майдың деңгейі төмен дегенді білдіреді бұл. Бұның астында пластмас түтік болады. Сол пластмас түтіктің деңгейімен бірдей болу керек май деген. Ендігі мәселе майдың деңгейін көбейтіп, беріліс қорабының ішіне май құю керек. Ол үшін бізде мына көліктің шопыр жақ алдыңғы аяғын бұрып қойған кезде мінекей осындай болт көрініп тұр міне беріліс қорабында. Осы болтты ашып аламыз. Негізі бұл жерде пластмас қорғаныс болады. Мен ол қорғаныс алып тастағанмын. Болған жағдайда да сол болт тұрған жерде жаймен кесіп алып қоюға болады. Кез-келген уақытта май құюға. Болтты ашып алдым, мінекей. Ондық спрейшімен майды құйып алып, сол тесікке барып құямын. Осылай есептеп отырып 300 граммдай май құйдым дәлепке. Екеуін ашып қайттан қараймыз. Әлі көлік от алып тұр, әлі қызып тұр көлік. Көлікті сөндірмейміз. Май құйған кезде де көлік от алып тұру керек. Көлікті сөндіруге болмайды. Сәл артық та құйылып кетті. Артық өсіп төгіледі. Дәл осылай ағып тұру керек май деген. Сыздықта ағып тұру керек. Яғни бұл қалыпты, нормальный, деңгейге жетті деген сөз. Қатайтып тастаймыз. Болды осылай бауырлар. Майды осылай қарап, артығын төгіп, жетпей тұрса құюға болады. Осылай деңгейіне жеткізіп қойғаннан кейін барлығы қалыпты болды. Жаңа қораптың тибетіні бәрі жоғалды. Осылай бауырлар, бәлкім біреуге көмегі тиер. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше аман саулықта болайық.